Естеріңізде болса, жылтыр ыдыстарға арналған сабын жасап жүрген болатынмын. Дәл сол сабынмен осындай кір болған, қатты май болған сүлгі майлықтарды жууға болады. Міне қараңыздар, қандай керемет болып көпіреді. Менің майлығым қатты кір болған осы сабынмен жуып жатырмын. Қараңыздар, кәдімгідей аппақ болып шығады. Сабын жасаған видеомды салған кезде көп қыздар жазған екен, бұл сабын мүлдем қатпайды, су болып тұра береді депші. Ешқандай да ондай су болып тұрмайды, кәдімгі сабын болып қатып қалады. И осындай неше түрлі майлықтарды немесе жылтыр ыдыстарды жууға болады. Сабын жасаған видеоны көрмеген болсаңыздар, міне осыны көрсеңіздер болады. Жарты сабынды аласыздар да қайнап тұрған судың үстіне саласыздар. Міне осылай араластырып, бір ас қасық тіс пастасы, ас содасы, тұз, бір ас қасық уксус, бір ас қасық ферри саласыздар. Міне осылай сабынның барлығы еріп кеткенше араластырамыз. Осындай пластмасса ыдыстарға салған дұрыс, алған кезде оңай алынады. Бір немесе 2 күнге қалдырасыздар, аузын қайта-қайта ашып тұрыңыздар. Астында артық сулардың барлығы жиналады, сол судың бәрін төгіп тұрсаңыздар, осындай болып қатады. Сіздермен бірге болған Гүлшат, лайк бас, комментарий қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар, қандай күшті сабын болып жатыр.